Абайдың екінші қара сөзі. Мен бала күнімде естуші едім, біздің қазақ сартты көрсе, күлуші ед, енеңді ұрайын. Кең қолтық шүлдіреген тәжік, арқадан үй төбесіне саламын деп қамыс артқан. Дадан қорыққан. Көлдесіп шық кетсе, қызын боқтасқан, сарт-сұрт деген осы. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші ед. Түйеден қорыққан ноғай, атқа мінсе, шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше, ноғай десеңші, түкке ыңғайы келмейді. Солдат ноғай, қашқын ноғай, башалшық ноғай деп. Орысқа да күлуші ед, ауылды көрсе шапқан, жаман сасыр, бас орыс деп. Орыс ойына келгенін қылады дегенне айтса соғаннанады, ұзын құлақты тауып бер депті деп. Сонда мен ойлаушы едім, ей, Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған, жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екеміз деп, әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өзі әуре болып, бірменен бірі ешбір шаһары жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ахиреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимайтұғын малыңды кірелеп сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соң да, орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды. Молда, медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып, мал табудың да жөнін солар біледі, салтанат, әсемде соларда. Оның малдыларына құзғын тамағымыз үшін, біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызда, сәнің шақшы аяғың білән пішіратырға қойған, идан түгіл, шық, сасық қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандық әсері. Орыс қайтар сөзде жоқ, біз құлы, күңі құрлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда?